Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін хит болған махлюбені жасайтын боламыз. Жасалу жолын барлығын көрсететін боламын. Керек заттарды описанияға жазып қоямын. Сол жерден қарап, көріп жасасаңыздар болады. Енді дәмі деген өте керемет болып шығады екен. Біз жасап, жеп, балаларыма өте қатты ұнады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Ендеше кеттік. Бізге керекті заттар: ет, картоп, күріш, пияз, сәбіз қажет болады. Картоптарды дәл осылай турап аласыздар. Етімізді де, пиязымызды барлығын турап аламыз. Қазанымызға майымызды құйып, барлығын шетінен қуырып шығамыз. Ең алдымен мен мысалға етімді салып, бөлек қуырып қойдым. Жарты сағаттай қуырылуы қажет етіміз. Суы шығып, кейін суы тартылғанша бетін жауып қойып, бұқтырып отырып пісіретін боламыз. Ары қарай бізге керегі сәбізімізді қуырамыз. Сәбіздерді осылай домалақ күйінде салып, екі бетін қызарғанша барлығын пісіріп алатын боламыз. Мінекей, мен астына қазір жазып қоямын қанша керек екенін. Егер де сіздер үлкен отбасы болсаңыздар, сол мен жазып қойған рецепттен кішкене 2 есе қылып жасасаңыздар болады. Енді екінші қазанымызға күрішіміз салып қоямыз. Астына май құйып қойдық, көрдіңіздер, иә? Енді осы майға күрішімізді араластырып, бір қуырып аламыз. Қатты қуырмаймыз, бізге кішкене қуырсақ жеткілікті. Бұл не үшін десеңіздер, бізде қазір піскен кезде шашап тұру үшін дәл осылай майға қуырып алу қажет болады. Мінекей, оны бөлек өз орнында қуырыла береді. Мінекей, бізде уже күрішіміз қуырылып болды. Шамамен 10 минут, 15 минуттай осылай қуырып аламыз. Оны енді отымыздан алып қоямыз мұнда бөлек. Ал етіміздің бетін жауып, жақсылап қуырылғанша осылай бетін жауып қойып пісіре беретін боламыз. Сәбізіміздің де екі бетін қызартып алдық осылай. Енді оларды да бөлек өзінің ыдысына салып аламыз сәбіздерді. Енді картоптарды да дәл осылай сәбіз сияқты пісіріп аласыздар. Екі бетін қызарғанша жақсылап тұрып пісіріп алыңыздар. Мінекей, екі бетін де қызартып қуырып алдық. Енді оларды да осылай ыдысымызға салып аламыз шетінен. Енді бізде мінекей етіміз қуырып болып қалды. Қараңыздар, егер де сіздерде суы болмай жатса, кішкене су құйып барып тағы да пісіріп алсаңыздар болады. Бізде етіміз дайын. Ендеше ары қарай барлығын қуырып болдық. Осылай табамыздың астына кішкене май құямыз міндетті түрде. Сонан соң пияздарды осылай орналастырып шығамыз барлық жеріне. Бұл біздің астыңғы қабаттарымыз күйіп кетпес үшін қойылады. Сондықтан пияздарды осылай барлық жерін барынша жауап отырып қойып шығыңыздар. Енді оның үстіне осылай сәбіздеріміз қойып шығамыз. Сәбіздерді бұлай боковой жағына да қойып шықсаңыздар болады, әдемірек көріну үшін. Қазір біз аударған кезде, сондықтан жан жағына да қойып шықсаңыздар болады. Мінекей, мен барлық жерін жауып қойып шықтым, жандарына да қойып шықтым. Енді үстіне картопымызды дәл осылай бір тегіс етіп қоюымыз қажет. Барлық жерін жауып, енді осы картопты да жандағы боковойларына да қойып шығыңыздар. Мінекей, енді етімізді де саламыз. Егер де мысалға біз барлығын тұзсыз қуырдық қой, сондықтан тұзды міндетті түрде осылай араларына сеуіп отырыңыздар. Әрқайсысына арасына сеуіп отырсаңыздар болады. Енді күрішімізді саламыз. Күрішті салған кезде осылай жақсылап тұрып нығыздаймыз үстінен. Біз қазір аударған кезімізде шашырап тұрмас үшін міндетті түрде үстіне қаттырақ басып нығыздауымыз қажет болады. Осы күйінде енді суымызды қоямыз, газға қойып, суды күріштен сәл биіктеу етіп құямыз. Бізде су тартылып кетеді, сондықтан міндетті түрде осылай суды молдау құйыңыздар. Күрішімізден сәл шығып тұруы қажет болады. Мінекей, мен тағы да қосымша су құйдым, менде кішкене. Енді бізге куркума қажет болады. Куркуманы осылай бір қасықпенен өлшеп салсаңыздар болады. Бізге әдемі сарғыш түс беру үшін осылай қосып үстінен тұзымызды да осы жерде үстінде бір қасық тұзымызды да салып, екеуін араластырып, өсіп жақсылап араластырып жібереміз. Арасында күріштердің барлығына сіңу үшін осы су қазір бар кезде жақсылап тұрып осылай араластырып жібересіздер, астыңғы беттерінің барлығына кіру үшін.
Мінекей, енді осының бетін жауып 30-35 минутқа жай отқа қойып пісіріп аламыз. Бізде әдемі болып барлығы өз бетіне шығып пісетін болады. Мінекей, бізде уже махлюбиямыз дайын болды. Қараңыздаршы, күрішінің барлығы пісті, жақсылап араласты. Осылай енді қалай қандай ыдысқа аударсаңыздар да енді өз еріктеріңізде, біз өз үйіміздегі осы ең үлкен табағымызға аудардық. Мінекей, осылай аударған соң өздеріңіз барлық хит махлюбенің видеоларында көргендеріңіздей қасықпенен шеттерін осылай ұрып, астына жабысып қалмас үшін осылай түсіру қажет. Барлығы біркелкі болып түсу үшін ұрады бұны. Мінекей, біз осылай түсіріп алдық, өте әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деп ойлаймын. Бізде осындай әдемі бір тегіс болып махлюбиямыз шықты. Бізде енді балаларымыз айранды қосқанды ұнатпайды. Сондықтан тек қана помидорды жақсы көретін болғандықтан шеттерінің барлығына тек қана помидорды қойып шықтым мен. Бұлай балалар бізде ұнатпайды. Сондықтан ол айранымызды бөлек ыдыстарға құйып қойдық. Ұнатқан адам салып өзі жей беру үшін. Негізінде солай жасауға да болады. Бұл жерде махлюбеде айран міндетті түрде қажет болады, себебі бұл өте құрғақ болады. Айранды қосып ішсеңіз өте керемет болады. Ұнатпайтын адамдар үшін бөлек салып қойсаңыздар болғаны. Мінекей, бізде осындай жан-жағы қып-қызыл әдемі махлюбиямыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге менің рецептім ұнайды деп ойлаймын. Қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар.